Ғайбаттың тәубесі жоқ. Адам бұтқа табынып, Аллаға серік қосса, зина жасаса, немесе басқа да күнә істеп, кейін сол ісі үшін өкініп, Алладан кешірім сұрап тәубе етсе, Алла кешірімді. Ондай пендесінің күнәсін кешеді. Бірақ пенде ақысымен ғайбатты кешірмейді. Ғайбаттың тәубесі жоқ. Тәубе еткенмен кешірілмейтін күнә. Себебі ол Алланың ақысына емес, пенденің ақысына қол сұқты. Сондықтан сол адамнан барып кешірім сұрап, кешірім алса ғана тәубесі қабыл болмақ. Хадисте ғайбаттан сақтаныңдар, өйткені ғайбат зинадан да ауыр. Зина жасаған адам тәубе етіп, екінші рет ол іске бармаса, Алла оның тәубесін қабыл етеді. Ал ғайбат еткен адамнан кешірім алмайынша кешірілмейді деген. Егер адам біреудің сыртынан ғайбат айтқан болса, ақыретке қалдырмастан дереу кешірім сұрауы тиіс. Қайшы жағдайда ақыретке кешірім алу үшін жиған сауабын беруге мәжбүр болады. Бір күні Хасан әл-Басриге Алла оны рахымына алсын. Бір адам келіп, пәленше сізді жамандады, сіз туралы мынандай орынсыз сөздерді айтты дейді. Сонда Хасан әл-Басри, сен бұл сөздерді сол кісінің өз аузынан естідің бе деп сұрайды. Әлгі кісі, иә, мені қонаққа шақырған болатын. Дастархан басында сіз туралы осы нәрселерді айтты дейді. Хасан әл-Басри, дастарханда не бар еді? Сені қалай күтті? Жақсы ішіп жедің бе дегенде, әлгі адам, о, дастарханда әр түрлі сусындар, дәмді тағамдар болды. Қонақжай кісі екен, жақсы ішіп жедік деп жауап береді. Сонда Хасан әл-Басри, осыншама тағамдарды ішіңе сыйдырып, екі ауыз сөзді ішіңе сыйдыра алмай, маған неге келдің деген екен. Қазақ халқының астарлы сөздерінде де көп мән жатыр. Мысалы, 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды деп артық сөз айтудан қажетсіз екендігін көрсеткен. Шейх Сағдидің Гүлістан атты еңбегінде айтып өткен мына бір естелігі құлшылықтан алған сауабын болмашы қателіктермен зая кетіріп алмау керектігіне мысал болмақ. Бала кезімде зүхд, риязатқа қатты мән беріп, түнгі құлшылықтарды беріліп орындайтынмын. Бір күні түнде әкемнің қасында отырдым. Түні бойы көзімді ілмей, тапжылмай Құран оқыдым. Кейін айналамыздағы кейбір кісілердің ұйықтап жатқанын көріп, әкеме: мыналардың ешқайсысы бастарын көтеріп 2 рәкат тахаджуд оқығанды білмейді. Құдды өлілер сияқты ұйықтап жатыр ғой дедім. Әкем бұл сөзімді жақтырмай, қабағын шытып: балам Сағди, басқаларды өзектегеннен гөрі сенің де ұйықтап жатқаның артық еді. Өйткені сен дөмен санап тұрған мына адамдар осы уақытта Алланың мейіріменен махрұм қалғанымен, оларға кераман катибин, сауап пен күнәсін жазатын екі періште күнә жазып жатқан жоқ. Ал сенің амал дәптеріңе дін бауырларыңды төмен санап, менсінбей ғайбат айтқаның үшін күнә жазылды деген екен. Тақырып пайдалы болса, каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.